Сәлем оқырман. Ескі махаббат ары оянды. Индира болса үміткер болып келген еді. Айбек бір көз қарасымен қайта қызды өзіне көндіріп алды. Айсұлтан болса әлі де мөлдірді ұнатуда деген ойдамын. Кешеде эфирде әдейі айтқан сөздері болған секілді. Сары қыздар, сары шашпен деп тие кеткен болатын. Қалай ойлайсыздар, Айсұлтан мен мөлдір қайта қосыла ма? Жалпы ешкім тіл қатпады Инстаграм желісінде. Бәрі ойлану үстінде кеткен болатын. Бірақ бұлай да бәрі түсінікті деп ойлаймын. Индира қайта Айбекке қосылады, Айсұлтан өзімен өзі. Ал мөлдір ше, әлі де бітпеген оқиға деп ойлаймын негізінде. Мүмкін бүгін эфирде айтылып қалар сезімдері. Жалпы Индираның қалай ойлайды екен, қанша келді Айбекке. Таныстықты тоқтатып қарап тұратын Айбекке қайта келді. Негізі Айсұлтанға келді ме, соны таңдау керек еді. Айбек сезімі бар деп ойламаймын, тек бір өзіндік болғанын қалап жібергісі келмейді. Алдында да қатысушы болған үшін ғана сөз салғандай болды. Соңында жылап қалдың, бір емес екі емес. Енді көптеген пікірлер бар, бәрін шынымен де таң қалдырған эфир болды. Оқып көрейін. Не Айбекте ұят жоқ, не Индирада ұят жоқ, бетімен кеткен. Маляның ерте тоқтатқаны жақсы болыпты. Анасы сезген ғой баланың ниетін таза еместігіне. Айсұлтан басында қандай тамаша бала деп ойлаған. Қандай ниетпен келгенін белгілі болды Айсұлтан. Айсұлтан типажым осындай сап, сары шаштары деп өзінше болып отыр еді. Не болды енді позор болды. Айсұлтан мен Индира негізі бір-біріне келетін сияқты. Айсұлтан Айбектен қарағанда қыз баланы сыйлай біледі. Индира өзін сыйласа Айбекпен жалғастырмау керек. Таныстық тоқтағанда қандай салқын қанды болды. Сонысын сақтау керек. Осы жердегі қыздарға мөлдірден сол нәрсені үйрену керек. Жігіттің алдында өзін төмендетіп, жылап сорасы ағып деген атқа қалғанша тәкаппар өзінше болғаны дұрыс. Дейді оқырмандар, сіз қалай ойлайсыз?